Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау көрсетіңіздер. Ертеде бір шалдың ақылына көркі сай иманды Айша есімді немересі болыпты. Әлгі шал өздері тұратын ауылда Асқар деген байға немересін жар етіп береді. Айшаның жұбайы бай болса да тым сараң болатын. Екеуі 7 жыл өмір сүреді, бірақ арада балалары болмайды. Бір күні кешкі ас үстінде үйдің есігі қағылады. Асқар есікті ашса, бір кедей Аллах разылығы үшін тіске басар тамақ беріңізші, тамақ ішпегеніме 3 күн болды, деп жалбарынып тұрады. Асқар түрін тыржайтып, айғайға басып, қуып жібереді. Айша, үйіңде тамақ жетеді ғой, бір үзім нан берсең, асың кеміп қалама, деп ашуланады. Мен бел жазбай жұмыс істеуім керек, ал еңбегімді қайдағы жоқ кедей кепшік жеу керек пе, деп ұрыс шығарады. Ас ішіліп болған соң жұбайы ұйқыға кеткенде, Айша азын аулақ тамақ алып, әлгі кедейге апарып береді. Байғұс қуанып, алғысын жаудырады. Арада жылдар өтеді. Әлгі кедей көп ойланып, өзі тірлік істеп, жұмысы алға өрлеп, кәсібі дамып, азын аулақ дүние жинай бастайды. Ал Асқардың тауы шағылып, байлығының түбі көрініп, тұрмысы нашарлап кетеді. Бір күні, Айша, саған еш өкпем жоқ, бірақ мен сені енді асырай алмаймын. Көріп тұрсың, тұрмысымыз нашарлап кетті, деп әйелін төркініне апарып тастайды. Айша да кішкене кәсіп қылып, өлместің күнін көріп тірлік етіп жүреді. Күндердің күнінде Айша баяғы үйдің алдына келген кедейді көреді. Ол байып, үлкен бір сауда үйдің иесі болыпты. Екеуі бір-бірін танып, көп ұзамай шаңырақ көтереді. Бір күні кешкі ас үстінде есік қағылады. Айша есікті ашса, бір кедей Аллах разылығы үшін тіске басар ас беріңізші, деп тіленіп тұрады. Айша ішке кіріп, жұбайына бір кедей кісінің тамақ сұрап тұрғанын айтады. Жұбайы, бұның бәрін маған Алла берді. Мен кедей кепшікке көмек беруім керек. Апарып бер, деп алдындағы асын ұсынады. Тамақты апарып беріп, Айша жанары жасаурап үйге кіреді. Жұбайы, не болды, деп сұрағанда, білесің бе, баяғыда сен біздің үйге келгенде, саған бақырып, менің жолдасым сені үйден қуып шығып еді ғой. Бүгін ол сенің босағаңа келіп тұр. Шамалы үнсіздіктен кейін, өмір деген алма кезек. Бүгін биік таудың басында тұрсаң, ертең сол таудың жиегінде болуың да мүмкін. Байлық қолдың кірі, бастысы жүрегің бай болсын. Алла беруші, алушы да өзі. Қолда барда өзгеге көмек көрсеткенге не жетсін. Мен ол кезде ұмытып кеттім, бірақ Алла ұмытпады, деп Айшаны жұбатты. Шынымен ағайын, байлық барда мастанып, жердегіні көрмей, көрсоқыр болып қалатын пендеміз. Ал сол байлықты берген Алланы ұмытып кетеміз. Расында Алла бізге байлықты жақсы көргені үшін емес, сынау үшін береді. Өмір сынақтарынан сүрінбейік. Алла баршамызға тура жол нәсіп етсін. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.